саламатсыздар ма? Бүгін 97 А класс тігін машинасымен танысамыз. Бұл машина екі жіпті челнокты тігіспен тігеді. 97 А класс Орша Лекмаш заводында шығарылған. Тігіс реттеуші арқылы орташа қалыңдықта маталарды, сәндік тігістерді жүргізе алады. Қалаған тігіс ұзындығын таңдауға болады. Бұл машина жеңіл және костюмдік маталарынан жасалған бұйымдарды тігу үшін арналған. Ремен арқылы жұмыс жасайды. Машинаның бөлшектеріне автоматты түрде таралады. Мына жерде май автоматты түрде таралады. Машинаның маховигі тек жұмысшыға қарай айналдыру керек. Машинаның негізгі механизмдеріне двигатель, маховик, ине механизмі, платформа, челнок механизмі астында, педаль, фронтальды тақтайшасы, жұдырықша және жіп өткізгішті жатқызуға болады. Жіп төккіш. Өндірістік машинаны майлау үшін тек I12A және I20A өндірістік машиналары қолданылады. Техникалық негіздемесіне келетін болсақ, машинаның габариті 1100 мм. Биіктігі реттеледі. Электр қозғаушысы V220-1380. Басты біліктің айналу жиілігінің жылдамдығы минутына 5500. Тігістің ұзындығы 2-ден 4 мм-ге дейін. Табанның көтерілу биіктігі 6 мм. Ал матаны тігу қалыңдығы 4 мм-ге дейін тігеді. Қолданылатын иненің номері 75, 90, 100, 110. Қолданылатын жіптің нөмірі идеал жібі немесе катушка, бобина жіптерді қолдануға болады. Енді бұл машинаның 97 А класс машинаның үстіңгі және астыңғы жібінің сабақталу реттілігі. Біз идеал жібін өзінің катушкаға жіпті машинаның рекі тұғылдырына қоямыз. Жоғарғыдан жіп бағыттауыш көздерінен өткіземіз. Көздерін өтіп, сосын машинаның жең қабындағы жіп бағыттауыш көздерінен өткіземіз. Мына жерден өткіземіз. Жіп бағыттауыш көздерінен. Және фронтальды тақтайшасының мына жерде жіп бағыттаушы көздерінен өткіземіз. Бұл жерде зигзаг образны етіп, жаңағы шалып өтіп көздерінен өткіземіз. Жіп бағыттаушы көздері. Үшеуінен өткізіп болғаннан кейін, мына жаңа фронтальды тақтайшаның мына жерде қуысы бар, шелі бар. Сол шел арқылы бұлай өткіземіз, шалып. Шелінен өткіземіз. Сөйтіп жіпті шел арқылы тақтайшасын тесігінен шығарамыз да, жіптің тартылуын реттейтін жаңағы жұдырықшадан шалып өтеміз. Шалып өткеннен кейін, одан кейін жіп екі сақиналы жіп реттегіштің арасына өтеді. Көрдіңіздер ме? Осы арасына өте тығыз өту керек. Сөйтіп тартып өткізгеннен кейін бұл жерде фронтальды компенсациялы пружина бар. Компенсациялы пружинаның үстінен бүйтіп шалып өткіземіз. Компенсация пружинадан шалып өттік. Содан кейін мына жерде бұрышты ілмек бар. Бұрышты ілмектен де шалып өтеміз де, арғарай фронтальды тақтайшада тұрған жіп бағыттауыш көзінен бүйтіп шалып өтеміз. Содан кейін барып, біз иненің көзіне сабақтаймыз. Ине көзіне сабақтау үшін біз жаңағы инені жоғары қарай көтеріп аламыз да, солдан оңға қарай ине көзінен бұлай сабақтаймыз. Мені сабақтаймыз. Жіптен астынан шпулькама челнокты алып, астыңғы жібін сабақтау үшін біз мына жіпті шығарып аламыз. Жіпті тетіктерінен өткізіп, шығарып аламыз. Содан кейін астыңғы челнок механизміне өзінің мына жерде арнаулы тетігін
орнына отырғызу арқылы біз қазір осы челнокты орнатамыз. Міне. Содан кейін біз жылжымалы пластинаның бетін жабамыз. Матамызды табанның астына қойып, бізді табан түсіреміз. Табан түсіреміз де машинаны іске қосамыз. Міне. Міне машинаны іске қосып, енді ары қарай тігіп кетеміз. Тіге бастаймыз. Ол үшін жаңағы машинада міндетті түрде басында, матада басында және аяғында бекітпе жасау керек. Сөйтіп ақырын былай тіге бастадық. Мұны тігіп болғаннан кейін міндетті түрде машинада 20-30 сантиметр артық жіп қалдыру керек. Сізге мәліметтер ұнап жатса, лайк басып және комментарий қалдырыңыз. Сау болыңыздар.